Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге Сайлау Сағындықұлы. Бүгін мынау 2022 жылдың алғашқы бейнесі болайын деп тұр. Сіздерге біздің ауылдағы қазір болып жатқан ауа райының нелерін түсіріп көрсетемін. Бүгін қаңтардың 2-сі. Қораларға малдар тұрып қалды. Бір жұмадай болып қалды тұрғанына. Желтоқсан айын 25-сінде тоқтаған шығар. Шамамен 27-сінде тоқтады. Нақтырақ айтқанда, міне қойлар биыл енді көп нәрсеге үлгере алмай қалдым. Негізі бұл қойларға сәдөк, яғни шөп салатын сәдөк жасайым деген жоспар болды. Мынау сиырларым. Оларға да сәдөк жасау керек. Негізінде жоспарда. Бірақ кішкене финанси, яғни қаржылай қиындықтарға тап болып қалды. Өзгерістер болды, былайша айтқанда. Сондықтан болмай қалды. Мынау үлкен сиыр. Мына жерде баспақтар бар. Баспақтар бар. 3 баспақ. Ал енді бізде қазір ауа райы мынандай болып тұр. Міне көрдіңіздер. Тұман деген тұман емес. Бірдеме бүркіп жауып тұр. Жаңбыр көрсетіп тұр. Жердің бәрі мынандай су. Жердің бәрі су. Бұл жаңбыр әлі бір жұмаға жалғасады деп тұр. Яғни қар аралас жаңбыр жауады. Тағы да сондай болайын деп тұр. Бұдан кейін барып нағыз қыс басталатын шығар. Мына жақта сиырлар жатады. Мына жерде сиырлар жатады. Мына жерде мына жерде баспақтар жатады. Мына жағында мынандай сәдөгім бар. Негізінде аязды күндер, күн салқын уақыттарда осында тұрады деген жоспармен салынған. Осындайдан сәдөк жасау керек болып тұр негізінде. Бірақ әзірге сол болмай жатыр.